Сәлем достар, бүгін қолдан жасалған творог жасайтын боламыз. Ең алдымен сүтімізді отқа қойып, қатты етіп ысытып аламыз. Енді бізге бір кесе, яғни 500 граммдай айран қажет. Және де оны бір келке етіп осылайынан араластырып аламыз. Біздің творогымыз дәмді болып шығуы үшін ол міндетті түрде айранымызға байланысты болып келеді. Мына жерде 3 литр сүт, қатты ысыған сүтіміздің үстінен аз-аздап айранымызды құйып араластырып отырамыз. Осылайынан баяу отта сүтімізге айранымызды құйып, осылайынан араластырып отырып творогымызды шығарамыз. Мына жердегі мендегі сүт ол піскен сүт. Піспеген сүтпен де жасай беруге болады. Ол үшін отта қатты қыздырып, кішкене көтерілуге жақындағанда айранымызды құйып ары қарай жасай береміз. Міне бізде кішкене іртіктер пайда бола бастады. Осылай баяу отта 10-15 минут араластырып отырамыз. Міне іртіктер пайда бола бастады. Осылайынан көк суы шыққанша кішкене араластырамыз. Және де қазанымыздың қақпағын жауып, баяу отта 5 минутқа қалдырамыз. Енді салқындатып алып, сүзіп алатын боламыз. Творогымыз дайын. Жасап көріңіздер. Егер ұнаса, жазылып, комментарий қалдырып кетіңіздер.